ойламаған жерден 9 миллион 200 мың теңге. Дания Еспаев айтқандай 6%-ға деген нұсқау түсті ма? Автобустар мысалға сағат 9-да тоқтайды. Мәселе вакцинациямен айналысу керек. Бірінші ауырмаған адамдарға салу керек. Яғни қатаң ұстау керек бірінші. Ең бірінші Ұлыбритания бастады. Күніге 30 мың, 40 мың, 50 мың адамға дейін. Кінә банкінікі, ал ақшаны төлейтін кәсіпкер. Достар, баршаңызға сәлем. Біздің оқырмандардың арасында көптеген біздің кәсіпкерлер сұрады, яғни карантин кезінде қазір кәсіпті қалай жасаймын, және де карантин кезінде қиындықтарды осы пікірталас жасайын деп жатырмыз. Бұл жерде бізде Ақ Жол партиясының Шымкент қаласындағы төрағасы Әлімхан Досыбайұлы, және де Шымкент қаласының мәслихатының депутаты біздің Назипа Дарханбайқызы отыр, және де Шахида Қуатқызы отыр. Бүгінгі біздің видеода біз карантин кезіндегі кәсіпкерлердің пікір таласын және де ой форматтарын айтқалы жатырмыз. Және де мынау Шымкент қаласындағы жуырда шыққан қаулыда көптеген қателіктер байқап отырмыз. Осыны бүгін біз ақылдасамыз. Сіздердің ойыңызша қалай ойлайсыздар? Карантин кезіндегі кәсіптер қазіргі таңда қандай қиындықтар болып жатыр? Жалпы қаулы бойынша өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер, қандай қиындықтар болып жатыр? Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Әрқайсыларыңыз. Енді осындай кәсіпкерлікке озбырлық жасап жатқан мемлекеттің тарапынан, по-моему, Қазақстан бірден-бір ел сияқты. Басқа ешқандай елде бұндай мәселелер болып жатқан жоқ деп мен өзім ойлаймын. Жалпы өткен жылы 20 жылдың январдың алғашқы күндерінде Қытайда осындай жаңағы қауіпті ауру шықты, тез тарайтын деген хабар келген кезде біздің мемлекетіміз дайындықты бастады. Кейін июль айларында өте қатты бұл күшейіп кеткен кезде мемлекеттің түкке де дайын болмаған біздер барлығымыз куә болдық. Енді бұл жерде менің өзімнің ойымша, егер жұмысты дұрыс қойғанда Қазақстанға бірде-бір коронавирустың фактісін кіргізбеуге болатын еді. Мен өзім 30 жыл ішкі істер органдарында жұмыс жасап пенсияға шыққам. Менің өзім, болмаса менің тәжірибелі жаңағы зейнетке шыққан, болмаса әлі де істеп жатқан жаңағы коллегаларым бар. Соларға егер тапсырылған болатын болса осы жұмысты, біздер бірде-бір адамды кіргізбеуге мүмкіндігіміз болды. Оны қалай жасауға болатын еді? Біздің көптеген азаматтарымыз шетелде жүрді. Біріншіден солардың барлығын ол нені күтпей, март айындағы коронавирустың келгенін күтпей, олардың барлығын жаңағы шекараның қасынан провизорлық орталықтарда соғып, о жерге палаточный городок қылып, сөйтіп сол жерге шетелден келген азаматтардың барлығын кіргізіп, сол жерде тексеріп, егер денсаулықтары дұрыс болатын болса жіберіп, егер солардың ішінен ауру болатын болса, ол кезде олардың барлығын жаңағы емдеп, одан кейін барып елге кіргізу керек еді. Басқа шетелдің азаматтарын ешқайсысын кіргізбеу керек еді. Сол кезде біз ешқандай бизнес объектілерді жаппай, ешқандай бизнеске кедергі жасамай, біз тек қана сыртқы шекарамызды жауып, сөйтіп жаңағы бұл індеттен құтылатын едік. Көптеген мемлекеттер солай жасады. Мысалға, Вьетнам, Монғолия елдерінде ешқандай осындай фактілер болған жоқ. Грузия мемлекеті мысалға жаз айларына шейін ешқандай факт тіркелмей отырды. Жазда олар енді мынау шетелден туристер келу керек. Олардың жаңағы Батуми бар, жаңағы Боржоми бар. Сол жерге адамдар келгеннен кейін бастап, одан кейін бастап оларға жаңағы аурулар Грузияда тарай бастады. Енді менің ойымша, оның орнына бұл кісілер жаңағы төтенше жағдай елді жариялады, жартылай жапты. Ол мысалға бизнес объектілердің бәрін жауып қойды да, олардың өздеріне керек құрылыстың барлығы істеп жатты. Одан кейін жаңағы жұрттарды жаңағы порталға тіркеп, телефондағы сөйтіп, көшедегі блокпосттардан сөйтіп адамдардың барлығы өтіп жүрді. Ал 11 майда алды да барлығын ашып жіберді. Жаңағы төтенше жағдайды неғылып, өйткені жаңағы 42.500 теңгені ары қарай төлеуді шығын көп болады деген ой болу керек. Оны алды да бір ақылға сыймайтын бір нелер жасап қойды. Шектеулер. Мысалға, базарлар азан сағат 10-нан сағат 5-ке шейін істейтін болды. Оны қалай түсінуге болады? Адамдардың барлығы сол базарға барып, менің өзім сол базарға барып келген азаматтардан осы індетті жұқтырдым. Маған жұққан індет менің өзімнің семьяма жұқты. Сондықтан мен ойлаймын, осы ақылға сыймайтын нәрселердің кесірінен болды деп. Өйткені ол жаңағы базарлардың жұмысын наоборот ұзарту керек еді.
жақында біз Бишкекке бардық. Ешқандай біздегідей жаңағыдай бір напряженный ситуация жоқ бұл жерде. Халық кәдімгі жақсы көңіл күймен жүр барлықтары. Ешқайсысы бір қиналып жатқан жоқ. Барлық бизнес объектілерінің барлығы істеп жүр. Оны полиция барып, болмаса жаңа әкімшілік барып, мониторинг группа дегендер бар. Ол жерде тек қана жаңағы ненің СЕС-тің қызметкерлері, полиция мен әкімшілік оған ешқандай араласып жатқан жоқ. Ал олар наоборот, мен көп жаңағы дүкендерді көрдік, түнде 11-де 12-де жасап жатқан. Оларға наоборот рекомендация барған, сіздер ұзарақ жұмыс жасаңыздар. Адамдарды жаңағы шоғырландырмаңыздар деген. Сондықтан мен ол ақылға сиятын нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан оларда аса көп тарап жатқан жоқ, иә бар, бірақ аса көп тарап жатқан жоқ. Базарларда солай жұмыс жасап жатыр. Ал біздікі барлығы наоборот, халыққа көбірек ауру жұқтырудың мақсатымен істеліп жатқан шектеу сияқты. Енді мынау сентябрь, июнь айларында өте көп қалаларда бірденен қатты ушығып кетті. Өйткені 11 майдағы жаңағы ашқан кездегі жаңағы жасап қойған ограничениелер. Автобустар мысалға сағат 9-да тоқтап қойған. Мынау жаңағы ауылының ішінде сағат 9-да автобустар тоқтатып қою керек. Неге сағат 9-да тоқтатып қою керек? Сонда жаңағы біздің парламент мәжілісінің депутаты Дания Еспаева айтқандай, енді анау Астанада сағат 10-да оянса, біздің коронавирустың жаңағы індеттері сонда сағат 9-да оянады ма? Наоборот, оның уақытын созып, наоборот, оларды жаңағы адамдардың шоғырланбауына мүмкіндік жасау керек сияқты. Ол туралы еліміздің президенті Тоқаев мырза да айтты. Ары қарап оны жасауға бұлардың ешқайсының менің ойымша ми жетпейтін сияқты. Олар тек қана анау бұрынғы бір қашылып кеткен қаулыны алады да өзінен жаңағы трафарет қып, сонымен жаңағы компьютерден ештеңені өзгертпей ұра беретін сияқты менің ойымша. Ешқандай ойланбайды. Енді оның артында қаншама адамдардың тағдыры, еліміздің экономикасы тұрғанын менің ойымша бұл кісілер ойламайды. Оның үстіне мен ойлаймын 11 майдан бастап мынау төтенше жағдай біткеннен кейінгі мынау жүріп жүрген мониторинг группалардың салып жүрген айыппұлдардың барлығы да заңсыз деп. Оны заңгерлердің бәрі айтып жатыр. Бірақ біздің сотымыз әлемдегі ең гуманный сот қой. Олар енді кәсіпкерлердің тарапына оларға жаңағыдай пайда шешіп береді деп мен ойламаймын. Бірақ менің ойымша осы қаулыларды қол қойған, осы жаңағы межведомственный жаңағы топ дейді, соның мүшелері осыған қол қойған, қол көтерген азаматтардың барлығын біздер мынау тарихта сақтауымыз керек. Жауапқа тарту. Иә, өйткені халықты әбіржітіп, қаншама азаматтардың жаңағы ауру жұқтырып, олардың жаңағы ауруының көбейіп, кейбір азаматтардың қайтып келіп жатқанына мен осы кісілер тікелей кінәлі деп есептеймін. Дәл сіздің ойыңыз қалай? Менің ойым, жаңа Әлімхан Досбайұлының айтқан сөзімен келісем, дәл қазіргі таңда карантиндік режимді дұрыс өз деңгейінде жасап жатқан жоқ. Жаңағы кәсіпкерлердің де көп жұмысына, жаңа еліміздің экономикасы тұрды, бұл Алекең барлық ойды, пікірді әдемі жеткізіп отыр. Еліміздің экономикасы артында тұрғаннан кейін мына халықта жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлердің жағдайында ойлау керек. Оларды бірден әкеп, мына уақытта істейсің, мына уақытта тоқтатасың деген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қаншама адамдар, мысалы, өздеріңізде де бар, мысалы, өзіміздің де кәсіпкерлік саламыз бар. Мына жерде шектеу болатын болса, сен жұмысың жүрмейді. Сен, мысалы, бір кафені алыңыз да жұмыс жасайтын, ол адамдардың арақашықтығы болып тұрады ғой. Ол жерде прям бәрі бүкделіп мініп жатқан жоқ. Мысалы, базарларды ашып қояды да, базарларды сіз барып көрдіңіз бе, ешқайсы соблюдать етіп жатқан жоқ, жағдайды өз деңгейінде ұстап жатқан жоқ. Адамдар бір-бірінің үстіне мініп жүр. Міне сол жерден аурудың бәрі тарайды, жұғады, Алекең айтқандай. Енді менің бұл жердегі ойым, біз әлі де болса мына қаулыны дұрыстап қарау керек сияқты. Қаулы дұрыс емес деп ойлайсыздар. Қаулы дұрыс емес. Бұл мәселені бұл ортада емес, үлкен ортада талқылау керек деп ойлап отырмын. Жалпы менің ойым осы болып тұр. Керемет, Назипа ханым. Жалпы Әлімхан Досбайұлы айтқандай, басында, яғни карантинді жақсылап қатал ұстау керек еді дейді бұл кісінің айтуы бойынша. Енді қазір бұның жабудың, базарларды тоқтатудың, уақытын шектеуін қоюдың, яғни қажеті жоқ. Иә. Яғни айтқанда, достар, бұл қаулыда көптеген қателіктер. Мысалы, қалай ойлайсыздар? Қараңыздар, спа орталықтары жексенбі күндері орталықтан жұмысын тоқтатылсын дейді.
Енді мен бұнымен қалай келіспеймін. Неге десеңіз, коронавирустың атын өзгерту керек қой, коронавирус емес, оны воскрешение вирус деп қою керек. Ол воскрешениеге шығады ол. Иә, мен келісем Алекеңмен. Бұның қажетіне не себептен оны тоқтатады, қайта уақыты созатын болса, жаңа Әлімхан Досыбайұлы айтқандай, уақыты созылатын болса, уақыты деген шектелмейтін болса, адамдар қайта талпа болып көрмейді. Қалай айтсақ, адамдар шоғырланбау керек қой. Шоғырланбайтын жағдай жасалатын еді да, қайта. Ал егер міне субботаға дейін воскресенье істемейді, ойбай барайық деп, енді адам толтырудың бір системасы деп ойлап отыр мен бұны. Екінші, бұл жерде кәсіпкер, яғни жексенбі күні саудасы болмағаннан кейін қаншама ол бағана жұмыс ақысынан минусқа кіреді, дұрыс па? Иә. Зиян шегеді. Зиян шегеді, иә. Бір жағы 6 күн істейді мысалы адамдар. Мысалы, воскресенье күні осы барайыншы десең жабық. Фитнес-клубты айтшы мысалға, сағат 9-дан 11-ге дейін істе деп қойған. Ол фитнес-клубтың басы сағат 7-тен бастап істейді. Иә. Ол сол 2 сағатқа не қандай рөл ойнайды? Қараңыздар, тоже түсініксіз. адамдар карантин кезінде коронавирустан емес, ашаршылықтан өлетін заманға келіп жатыр да, қайтадан да. Яғни бағана ол спа орталықтар жексенбі күні жұмыс жасамау, меніңше ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Менің жеке пікірім. Кинотеатрларда 20% деген қандай ол? 20% ол мысалға, ол ешқандай кинотеатрға менің ойымша ол пайдалы болмайды. 20% адаммен кино көрсетіп жатқан. Ол тек қана жаңа зиян шегеді. Зиян шегеді. Ол зиян шегеді. Зиян шеккеннен бұрын ол мысалы ол кәсіпкер енді ол кәсібін жабуына тура келеді. Ол себебі өзінің ақысын ақтай алмай жатыр, арендасын ақтай алмай жатыр, мынау коммунал услугаларын мүлде ақтай алмай жатыр. Сол жақтарын негізге алу керек та. Негізі мына қаулыны қайта қарау керек деген ойым бар енді. Әрине бұл менің жеке ұсынысым, жеке ойым. Надо бұны үлкен ортада талқылау керек, қайтадан өзгерістер енгізу керек. Кішкене болса да кәсіпкерлердің де жағдайын, одан бөлек мына елдің де жағдайын ойлау керек. Елдің бәрі осы кәсіппен айналыспаса, бізде бір тұрақты нормальный жұмыс та жоқ, ашық айтқанда. Дәл мына өзіміздің елімізде жағдай тым төмендеп кетіп жатыр да. Қайта біз көтеріліп жатыр деп айтамыз, бірақ экономикамыз төмендеп кетіп жатыр. Біз осы жағында негізге алып қарауымыз керек деп ойлаймын. Мынау Түркия мемлекеттерінде қарасаңыздар, яғни бағанағыдай туризмді дамытып жатыр. Туризм тоқтатып қойған жоқ мысалы да. Яғни кафе, ресторан барлығы ашық тұрды. Бізде де экономика жақтан көтеру керек сияқты. Мен мына кісіге сұрақ қойғым келіп жатыр да, Әбдіманап Қошқарович Төлебаев. Бұл кісі өзі кәсіппен айналыса ма? Кәсіппен айналысатын болмаған кейін, мне кажется, бұл жерде көптеген қателіктер кетіп жатыр да. Ол кинотеатр мысалы 20%-дан аспау деген бұл минусқа жұмыс жасау. Дұрыс па? И одан кейін мына жерде көңіл көтеру мекемелер, бильярд, караоке дейді, компьютер клубтар кәсіпті бөлудің қажеті жоқ сияқты. Ол мысалы мына кәсіп болмайды, мына кәсіп болады, бағана базарда да сияқты. Менің жеке пікірім. Өте дұрыс айтып отырсыз, Назипа ханым. Бұл жерде мына қаулы өте көп қателіктер көп, және де бұны ақылдасу керек. Мына Инфо Қазақстан дейді. Сайттың не керегі бар Инфо Қазақстан тіркеу? Ашық приложениесі, мысалы Алматы қалаларында байқасаңыздар, көптеген кәсіпкерлер жазды. Алматы қаласында фитнес-клубтарға ашық деген приложение керек, яғни QR кодпен кіретін. Бірақ торговый центрлерге, базарға керек емес та ол. Неге? Мәселе. Либо оны барлығына істеу керек, либо оны істемеу керек. Мен несін түсініп тұрған жоқпын, оның мақсатында. Сонда өте көп қателіктер кетіп жатқан сияқты бұл жерде. Жалпы еліміздің президенті айтты ғой, кәсіпкерлерді қолдау керек деген көптеген ұсыныстар айтылды. Бірақтан мына жерде көп қателік бар, менің ойымша. Енді мынау 1 февральдан бастап вакцина басталды ғой. Енді барлығын көзіміз ашық азамат, біз жан-жақты қарап отырмыз. Мысалға, ең бірінші Ұлыбритания бастады вакцинаны. Оларда мысалға 2 ай бұрын күніге 30 мың, 40 мың, 50 мың адамға дейін ауырып жатса, қазір 2 мың адамға дейін түсіп кетті. Өйткені вакцинаның жаңағы нәтижесі келіп тұр. Біздің өзіміздің елімізде шығарамыз деп әуре болып жатыр. Мен білмеймін онда болады ма, болмайды ма, әлде миллиардтаған ақша менің ойымша желге ұшып кетеді. Ал енді шетелден сатып алып жатқан жаңағы вакциналарды енді тезірек алып келіп тезірек тарату керек қой. Әлі мысалға 1 апрельден бастап біз массовый басталамыз деген Шымкент қаласында еш жерде басталып жатқан жоқ. Енді Алматыда енді жаңағы сауда орталықтарында қоямыз деп жатқан ұқсайды. Енді мына біздің жаңағы тестирование жасайтын ПЦР тест. ПЦР тесттің өзінде оның айналасында айқай-шу көп. Неліктен екені белгісіз. Өзбекстанның границасына ары қарай өтсеңіз, сізге жаңағы автоматически 10 минуттың ішінде сіздің тестіңіз шығарып береді. Ал біздікі ары қарап қайтадан келсеңіз,
сізді Сарыағаштағы инфекционный больницаға алып барады. Бір күн жүресің. 1 сағатқа Ташкентке барып келесің де, одан кейін бір күн тестіңмен жүресің. Неужели сол жерге дұрыс тест қоюға болмайды? Мен соған аң-таң қаламын. Сонда ол жаңағы оны сұрақ қойсаң айтады дейді, жаңағы ол Өзбекстанның тесті жаңағы 100% бермейді, 80%, 85% береді деп айтады дейді. Менің ойымша бұл просто ол өтірік айту. Ол ондай тестті мен Өзбекстанның құзырлы органдары ақымақ деп есептемеймін. Біздікі ақымақ болуы мүмкін, бірақ олардікі ақымақ емес. Өйткені ол жерде бұндай ограничение олар қойды кезінде. Март айында осы бізде басталған кезде, оларда да бірінші, екінші адам шыққан кезде бізде 1-2 теңге бастады. Олар өте қатаң түрде жаңағы карантин жасады. Олардың көптеген облыстарында бірде-бір адам коронавирус жұқтырмаған. Білеміз, ағайынымыз көп, туысқанымыз көп, араласамыз біз олармен. Көптеген облыстарда бірде-бір адам коронавирус жұқтырмаған. Не себеп? Потому что олар бүкіл жаңа облыстың барлығын жауып, одан кейін адамдардың барлығы үйінде отырып, продуктыларды үймеме таратты. Адамдар даже есігінің алдына шыққан жоқ. Сондай қатаң жаңа немен өткізді. Бізде ол барлық кәсіпкерлік нысандардың бәрін жауып тастады да, құрылысты тоқтатқан жоқ. Құрылысшылар жүрді әрі-бері. Құрылысшылар таратты одан кейін. Ол даже сол құрылыстың басында жүрген кейбір облыстың әкімінің орынбасарына шейін қайтыс болып кетті коронавирустан. Оның бәрін көрдік қой. Сондықтан менің ойымша бұл істің басына дұрыс ойлайтын, халыққа жан ашитын еліміздің патриоттарын қою керек бұл жерге. Ол дұрыс ойлау керек, адекватный болу керек. Менің ойымша қазіргі мынау қаулыда, ол жоғары жақтан шығып жатқан қаулыда, жаңа үкіметтің жанындағы комиссияның да жаңа жасап жатқан тіршіліктерінің барлығы менің ойымша ол ақыл қасиеттің тірлігі емес. Сондықтан кешегі мынау біздің жаңағы депутат, парламенттің депутаты Дания Еспаеваның депутаттық сауалы туындап отыр. Оның барлығы өте дұрыс айтқан деп мен ойлаймын. Барлық сол жердегі депутаттық сауалдағы талаптардың барлығына мен кәсіпкер есебінде келісемін. Сондықтан бұл мәселені шұғыл тоқтату керек. Мына қаулылардың барлығын алып тастау керек. 11 майдан кейінгі жасалып жатқан жаңағы қаулылардың барлығы да заңсыз, мониторинг топтардың барлығы да заңсыз, кәсіпкерлік кодекске байланысты жаңағы тексерулер жүру қажет деп мен ойлаймын. Жаңағы бизнес объектілерін. Әрине шектеулер болу керек, бірақ оның барлығын заңдастыру керек. Мен ойлаймын, біздің үкіметтер сонда дұрыс заңды түсінетін заңгерде қалмаған ба деген кейде ой туады. Сондықтан мен ойлаймын, оның барлығын туралау керек. Неге Қырғызстанның үкіметінің жаңағы миы жеткен нәрсеге біздің үкіметіміздің миы жетпейді? Неге оны уақытын азайтқаннан уақытын созу мынау аурудың таралуына жаңағы оң нәтижесін беретініне жаңағы түсінбейтініне мен таңғаламын. Ал енді мынау вакцинацияны тезірек бастап, тезірек аяқтау керек сияқты менің ойымша. Ол Шымкент қаласында мысалға мен дайындық болып жатыр дегенде біз неден ешқандай жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына бүгінгі таңға оқып жатқан жоқпыз. Алматыда естіп жатырмыз, жаңағы сауда орындарына басқа жерге қояды деп. Бұл жерде ешқандай ондай хабарлама жоқ. Менің ойымша біздің Шымкент қаласында ол вакцинация әлі келген жоқ. Дәрігерлердің өзіне менің ойымша жетпей жатыр. Сондықтан осы жаңағы ақылға сыймайтын мәселелермен айналысқанша, мына вакцинация мәселесін тезірек жолға қоюға айналысу керек. Не деген масқара енді? Оказывается, бізде жаңағы вакцинаны басқа шетелдерден алу үшін еліміздің президенті өзі президенттеріне звондап алады екен. Үкімет қайда қарап отыр? Үкімет қайда қарап отыр? Бізге керек пе осындай үкімет? Деген сұрақ туады. Жалпы кәсіпкерлер мына жерде бізге оқырмандардың арасында жазды, кәсіпкерлер шектеу қойғанша койкалар көбейту керек дейді. Ол жағынан қалай ойлайсыздар? Медицина жақтан, шетелде сондай екен да. Шектеу жоқ, бірақ та медицина жақтан дамытып жатыр. Вакцинация, койкалар деген сияқты. Меніңше ол дұрыс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді жақында көрдік қой, кім Арман Оспанов барып келді Америка Құрама Штаттарына. Тағы да таныстарымыз барып келді Америкаға. Ешқандай шектеу жоқ. Достарым бар мен, Нью-Йоркта тұрады, Вашингтонда тұрады. Олармен хабарлассамыз, ешқандай оларда шектеу жоқ. Ешқандай кафе, ресторан болмаса бизнес объекттерді жапқан жоқ. Жүздеген мың адамнан ауырды. Олардың медицинасы дайын болды. Бізде медицина дайын болмағандықтан кәсіпкерлік нелердің барлығын жауып жатыр. Салықтан айырылып жатыр, салықтан босатып жатыр. Оның барлығы мемлекетке де шығын. Ол кәсіпкерлерге де шығын, адамдарға да шығын. Осының бәрін тоқтатып, кішкене былай баспан ойлап,
тіршілік істеу керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Мен жаңа Әлімхан Досбайұлының айтқанымен келісемін. Жаңағы вакцинацияны көбейтуіміз керек. Мысалы, біздің Шымкент пен Астананың өзін салыстыратын болсақ, Астанада ұстаз болып істейтін жақындарымыз бар. Олардың бәріне біртіндеп тұрып салды. Егер сіз жаңағы вакцинацияны алмайтын болсаңыз, онда қанша адамды жұқтырасыз, онда қоя салыңыз жұмысты дегендей талап қойды. Ал дәл қазіргі таңда бізде, мысалы, өзіміз депутаттық корпуста отырмыз да, біздің өзіміз салған жоқ. Мысалы айтайық, өзімізді айтайын, мен салынған жоқ. Дәл біздің депутаттық корпустың біреуіне салғанын көрген емеспін, көрген де жоқпын. Дәл бұны вакцинацияның насихатын жоғары деңгейде жасау керек, одан кейін елде жаппай осыны салдырса, бұл мәселеден құтылатын едік деп ойлаймын. Одан бөлек менде бір тағы ұсыныс болып тұр, әрине. Өзіміз сияқты жастардың басын қосып, мына қаулыға ойымызды қосып, қайтадан жоғары жаққа жіберсек деген ойымда. Бұл өзгерістерін енгізіп, мынау мәселелерге не назар аудару керек деп. Өйтпейтін болсақ, біз өзімізді кері тартпалап, вирус көбейе береді. Вирус көбейеді. Одан кейін кәсібімізде, жұмысымызда, экономикамызда құлдырай береді. Осы жағын алдын алу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Осы менің ойым. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де келісем, толық келісем. Егер мына қоғам қайраткерлері, мына өзіміздің Шымкенттің, Түркістан облысының азаматтары мынау дәл өзінің жұмысын мына тақырыпты үлкен ауқымда талқылап, осы жоғары жаққа үкіметке, жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының атына арнайы хат жіберіп, осы мәселені талқылау керек. Әлеке, қалай ойлайсыз? Бұл мәселені менің ойымша талқылап қана қоймай, қажетті жерлерге қажетті хаттардың барлығын жіберіп, бұл мәселені реттеу керек қой. Ол енді еліміздің президенті Тоқаев барлығын түсініп тұр, үкімет менің ойымша түсінбей тұр. Ол жерде нақты айтылған, шектеуді қоя бермей, бизнесті реттеңіз деп қойған. Бизнесті реттегені сол ма, сол уақытын шегеріп қойғаны. Енді болмаса шекара ашық тұр. Рұқсат берсін де, осында мемлекеттік қызметкерлерге шетелге баруға жаңағы рұқсат жоқ. Барып көріп келсінші, Қырғызстанға барып көріп келсін, Өзбекстанға барып көріп келсін. Ең болмаса солардың істегенін істесінші. Басқа нәрсені ойлап таппаса да жаңағы. Сол кезде кішкене былай дұрыс болады деп есептеймін. Одан кейін жаңағы вакцинациямен тезірек вакцина салу мәселесін ұйымдастыру керек. Шымкентте де, қалада, жаңағы сауда орталықтарында, барлық жерлерде, барлық жекеменшік медициналық орталықтарында, мемлекеттік медициналық орталықтарында барлық жерде жаңағыдай жалпыламай вакцина салып барып тоқтамаса, бұл мәселенің тоқтауы өте қиын. Менде мынандай қызық не да, мысалы бағана баня деп жатыр, спа деп жатыр, жексенбі күндері жұмыс жасамайды деп жатыр. Олар яғни өздерінің табыстарынан айырылады ғой, выручка дейді, мысалы выручкадан айырылады жексенбі күндері. Средний мысалы баня Шымкент қаласында күніне қанша істейтінін білмеймін, енді бірақ айына мысалы әжептәуір выручка терет етеді. Оларға үкімет оны спонсировать ете ма мысалы? Етпейді ғой, дұрыс па? Етпейді. Енді ешқандай бизнеске көмек, мардымды көмек берді деп айта алмаймыз. Мынау енді банкілерді айтсаңыз. Біріншісінде жаңағы отсрочка деп айтылды. Отсрочканы біреулер пайдаланды, март, апрель, май айларында біреулер пайдаланған жоқ. Ол кезде енді тезірек ашылып кетті да, одан кейін июнь айында жұмыс жасап бастады барлығы, төлеп бастады. Одан кейін жоғарыдан тапсырма түсті банкілерге. Мына кәсіпкерлердің несін пролонгация жасаңыз. Мысалға, оның кредиті 2025 жылдың 1 январында шейін болатын болса, 3 ай мезгілінде 1 апрельге шейін олар созу керек болатын. Бірде-бір банк оны істеген жоқ, бірде-бір кәсіпкерге пролонгация берген жоқ. Орындалған жоқ ол. Оның орнына олар отсрочка берді. Өздері қырылып ауырып жатыр. Сонда да компьютердің системасы тоқтамаған. Менің ойымша, ол кезде пролонгация дегеннен кейін олар жаңағында тұрған Алматыда ма, Астанада ма, қай жерде үлкен банкте жаңағы үлкен сервер тұратын болса, шнурын сұрып тастау керек еді, болды. Одан кейін 3 айдан кейін шнурын қайта салу керек. Сондай болу керек емес пе? Ондай істеген жоқ, олар әр жеке кәсіпкеріміз жеке қараймыз деп, онымен мысалға қырғын бардақ. Қазір мысалға біздің өзіміздің жаңағы кредитіміздің қанша төледік, қанша қалды, түсіну мүмкін емес. Бәрін қашағыз берген, оның үстіне жаңағы істеу керек міндеттерін өздері істемей, біздер қосымша ойламаған жерден 9 миллион 200 мың теңге төледік. Мысалға. Жаңағы отсрочканың кезіндегі жаңағы сыйақысы қалып кетті дегенмен, енді біз оны қайттан жаңағы аудитор жалдап, оның барлығын тексеруге біздер мәжбүр болып отырмыз қазір.
ол кінә банкінікі, ал ақшаны төлейтін кәсіпкер. Менің ойымша көптеген кәсіпкерлермен осындай болды. Жалғыз біз келмес. Ал енді мынау 42.500-дің өзі қандай жыр болды. Ол жалпылама жұттың берудің орнына көптеген азаматтар алған жоқ. Енді алмаған қызметкерлерге біз өзіміз жаңағы өз қолымызда істейтін азаматтарымызға жаңағы продуктовый наборын беріп, жаңағы ақшалай беріп, сөйтіп отырдық. Мысалға Сарыағашта санаториумыз бар, ол жаққа барамаймыз, өте алмаймыз. Біз енді сол азаматтарға сол 42.500 төлемесек те, одан сәл азырақ суманы 25.000, 30.000, 35.000 теңгеден айлықтарын төлеп отырдық. Өйткені 42.500 теңгені олар ала алмады. Өйткені мына қалалардың ішінде санаторий жабылсын деген жоқ. Сол сылтауратып оларға берген жоқ. Ол жерде 20-30 адам жұмыс жасайды. Біреуде 40-50 адам жұмыс жасайды. Ешқайсысы олардың 42.500 алған жоқ. Ал енді тек қана мынау кейбір бизнес объектілердің жаңағы мүлік салығы мен жер салықтарын ғана шегерді. Ол енді бір көп нәрсе деп ойлаймын. Үкімет көп көмектесті деп айтуға аузым бармайды. Керісінше олар бізге жаңағы бизнестерімізді жүргізуге кесірін көп тигізіп отыр. Мына жақта бір кәсіпкер жазып жатыр. Егер де жабылса дейді, бізде аймақтар көпке жабылып жатыр дейді. Қызыл аймаққа кіріп жатыр біздің көптеген қалаларымызда, облыстарымыз. Егер жабылса, барлығы жабылу керек еді дейді. Локдаун жасау керек еді, және де 42.500 төлеу. Соған ойларыңыз қалай, келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Қазір таңда бұл нәрсені жасап жатқандары дейді, мысалы жексенбі күндері жабу, болмаса уақытпен шегерту, ол 42.500-ді якобы төлемеген сияқты дейді. Төлемеу үшін деген сияқты. Қалай ойлайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, әрине мен келісемін. Егер локдаун болатын болса, бүкіл республикада локдаун болу керек. Болмаса жаңағы бір жерден шығып, басқа жақта болмаса, сол регионды түгелімен жауып, жаңағы бизнес объектілерді жауып қойып, болмаса құрылысты тоқтатпаған деген болмайды. Барлығы жаңағы дейді ғой, орыстың бір ойыны бар, замер дейтін. Замермен қалу керек қой, бәрі үйінде отыру керек. Ал енді жартылайдан ешқандай емес. Оны мысалға мен оны мынандай нәрсемен жаңағы сәйкестендіре аламын да. Мысалға сіз ауырып қалдыңыз. Сізге 2 укол, 1 система, 3 дәрі берді мысалға. Сіз 3 дәріні ішіп, системамен жаңағы нені самасаңыз жазыласыз ба? Тура сол сияқты мәселе бұл. Жазылу үшін ол түгел барлығын жабу керек емес пе? Так, Назифа ханым, не енді айтасыз? дәл бұған келетін болсақ, мен егер келсемін, бір барлық жерді бірдей тежеп, барлық жерді бірден тоқтату керек жұмысын. Дәл мынау аймақ шықты ма, тоқтату керек онда. Біреуін ашып қойып, біреуін ашпай тоқтатып қойып, бұл деген сөз қата елдің жаңада айттым ғой, жүйе шала экономикасын таптап төмендету деген деп түсінемін. Жалпы резюмировать етейік. Яғни ең бірінші сіздер айтып жатсыздар, коронавирус пайда болған кезде, Қытайдан келді, Қазақстанға шекараны жабу керек еді. Яғни қатаң ұстау керек, бірінші. Екінші, ол жерге военный адамдарды қою керек деп отырсыз, яғни әскери адамдарды қатал ұстау керек еді. Түсінікті. Үшінші, қазір яғни смысл жоқ. Яғни оның мынаның қазір жасаудың шектеулердің қажет жоқ. Ешқандай қажет жоқ. Көптеген адамдар ауырып қойды. Қалған адамдар ауырып жүр. Бұл жерде енді мәселе вакцинациямен айналысу керек. Бірінші, ауырмаған адамдарға салу керек. Енді қалған ауырған адамдардың көбісінде антителасы бар. Антителасы тексеріп, егер мысалға антителасы уже жоғалып кеткен адам болатын болса, соларға салу керек та. Екінші кезекте. Үшінші кезекте одан кейін уже жаңағы антителасы бар адамдар жоғалғаннан кейін барып, сөйтіп барып оларды салып отыру керек менің ойымша. Оны тезірек ұйымдастыру керек қой. Но ар жағына келетін болсақ, біздің кәсібімізде, жұмысымызда, экономикамызда құлдырайды. Бұл деген сөз мемлекетке үлкен апат деген сөз ғой. Апат болады. Мен түсінбейтім, Назифа ханым, мен кәсіпкер ретінде цифрмен жұмыс жасайтын болсақ, ол Түркияда көбейіп жатыр, өте қатты көбейіп жатыр да. Ол бағана шетелдерде де мысалы Бішкекте алсақ көбейіп жатыр цифрмен да, аз емес, бірақ та шектеу жоқ та. Түсіндіңіз ба? Экономика тұрғыдан да, яғни кәсіпкерлерді және жұмысшыларды аман алып қалу керек деп мен ойлаймын, экономика жақтан. Өйткені қазір ол мама айттым ғой, коронавируспен ашаршылықтан өлетін заман болып бара жатыр. Өйткені әркімнің кредиті бар, қарапайым халықтың. Төлейтін бағана табыстары нөлге шығу үшін нөлге 24 сағат жұмыс жасап жатыр да, күндіз түні да. Поэтому мен де ойлаймын, бұл жерде ол дұрыс емес, менің жеке пікірім. Және де резюмировать етейік, бұл жерде қателік сіздер айтып жатсыздар үкіметтен, дұрыс па?
Иә. Еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы айтылған бағдарламалар үкімет жасай алмай жатыр, және де бұл шығу тек қана вакцинация деп сіздер ұсыныс таставатсыздар, шегерту қажеті жоқ деп. Үкіметтің қазіргі айналысатын мәселесі мынандай қаулыларды шығарып шектеу емес, олар койканы дайындау керек, дәріні дайындау керек, дәрігерлерді дайындау керек, и вакцинациямен айналысу керек қой. Осы 4 мәселемен айналысу керек. Қалған мәселені бастарынан шығарып тастау керек қой, олар мынаны ограничение қоя бергеннен. Қоя беру арқылы айтып отырмыз, экономикамызда халықтың жағдайы төмендеген сайын төмендеп кете береді. Ешкім қазір былай қарасаңыз, бір адамның басында кредит жоқ деген адамды көрмедім. Бәрінің басында кредит бар. Кәсіпкердің де басында бар, қарапайым адамның да басында бар. Кішкене ғана 11-ді бітірген студенттің де басында кредит бар. Жағдайы дұрыс адам кредит алмайды ғой? Иә. Ол амалдың жоғынан алып жатыр кредитті. Ол кредит төлемесе, ол пайызы көбейіп кетеді, пениясы өсіп кетеді. Уақытылы мен ойлаймын. Келіп жатыр ғой, талай адамдар кредитін төлей алмай. Өткенде келді ғой бір арыстың әйелі. Кредитін ала берген, ол кредит жабам деп жаңасын алған, ақыр аяғында уже жаңағы көршілерінен алған, магазиннен қарыз, уже ешнәрсеге төлей алмайды. Мұғалім мысалға. Сондай адамдар өте көп. Яғни инсайт бұл жерде үкіметте жүйе жоқ, достар. Жүйе жоқ. Яғни бір бағдарлама, жүйе болу керек деп есептейміз. Ондайды мынандай мәселелермен оларды өте күшейтіп отыр. Ол жаңағы азаматшаның бұндай жағдайға неғылған себебі, бірінші арыста вызрып болды, одан кейін коронавирус болды, оның кішкентай бизнес объектісі бар, еш оны істете алмайды. Ешқандай ол жерден кіріс жоқ. Кіріс жоқ болғаннан кейін кредиттерін төлей алмай, олардың пайызы көшіп кеткен, оның жабамын деп басқа жерден алған, өңкей жоғары пайыз. Оказывается, біздің мемлекетімізде 100%-ға шейін годовой жаңағы кредит беруге бола береді екен. Бұл өте сұмдықты мен ойлаймын. Оның әр кеткенде 20-25% ғана не қойып қою керек қой, ограничение болу керек. Бізде 100%-ға рұқсат беріп қойған. Менің ойымша ол халықты қанаудың жаңағы жолының бірі. Дәл осы жағдай басталғаннан кейін мен бір танитын отбасылар ет алған екен бір адамнан. Сол үшін сотқа берді. Өйткені жұмыстары тоқтап қалды олардың. Бір кәсіппен, кішкене кәсіппен айналысатын, сол кәсіптері тоқтап, мынау деген ақшасын төлей алмаған үшін етті сотқа берді. Масқара ғой, масқара. Дәл осы жағдай болды. Біз білмеймін, енді мен ойлаймын, шектеудің қажеті жоқ. Ойымды қорытындылайтын болсам, шектеудің қажеті жоқ. Қайта мүмкіндік беру керек, уақытын созу керек. Уақытын созу керек, одан кейін вакцинацияны жаппай егу керек. Мысалы, біз депутат ретінде біздер әлі алмадық. Мен өзіме жауап берейін, лично мен өзім алмадым. Қаншама депутаттар алған-алмағанды белгісіз. Депутаттар болсын, мұғалімдер, дәрігерлердің өзі толық алмаған. Кейбір дәрігерлер бар, әлі алған жоқпыз. Жетпей жатыр. Жетпей жатыр дейді. Дәл осы нәрсені жаппай вакцинацияны енгізетін болсақ, біз онда халықты жаңағы құлдыраудан да мынау шықпаймыз, қашанғы шектей береміз. Халық көтеріліп кетеді ғой. Бір жыл болды, осыны істеп жатқан дұрыс па? Жарылады ғой халықты. Уже жарылу шегінде тұр. Шындығына келгенде де мойындау керек қой оны. Қайнаған сол жақта. Мына жерде бір кәсіпкер жазып жатыр. Яғни бағана біз салықтан босатып жатыр дейді ғой кәсіпкерлерді. Соның орнына кредиттер, яғни несиенің пайыздарын алып тастаған дұрыс болатын дейді. Соған қалай ойлайсыздар? Яғни карантин кезінде кәсіпкерге сондай қолдау көрсеткені және де шектеуді алып тастаса, ол дұрыс па сіздеріңше? Кәсіпкер ретінде қалай ойлайсыздар? Енді бізде мынау жылдық инфляция 7%, ал қазір барлық кәсіппен айналысатын азаматтарға 6%-ға жаңағы түсіру керек деген жаңағы оларға банкілерге нұсқау бар. Бірақ банкілер бюрократиямен айналысып отыр қазір. Әр кәсіпкерді жеке қарап, оны жаңағы рефинансирование жасап, сөйтіп сондай бюрократиямен айналысып отыр. Ол жерде де жаңағыдай болу керек қой, 6%-ға деген нұсқау түсті ма, барлығын мысалға 1 январдан бастап 6%-ға өткізу керек. Оны өткізіп жатқан жоқ, жеке-жеке әрқайсысын қарап, ол 6%-ға өткізбегенде нелер көп. Өйткені ол банкінің пайдасы. Оның барлығын бірденен жасаудың орнына олар жаңағыдай волокита жасап отыр. Сондықтан менің ойымша мемлекеттің тарапынан бұндай банкілерге жаңағы бір қатаң шара қолдану керек менің ойымша. Олардың жаңағы кәсіпкерлерге ауыстырмағандардың барлығын
ауыстырғызып сөйтіп ол банкілерге айыппұлдар салу керек. Менің ойымша солай. Сол көмек олар істемей отыр. Түсінікті. Онда ағайындар осымен аяқталды жалпы біздің пікірталас. Жалпы достар, видео сіздерге қалай шықты? Міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Егер де қосамын деген, егер де карантинге байланысты ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде күтеміз. Сондықтан да сіздермен болған Тұран Абжанов осындай видеоларды жуырда тағы да шығады.